Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бізде подкасттың кезекті шығарылымы. Бұл жолы тақырып табыс жолы, қоғамдық белсенділіктен кәсіпкерлікке тақырыбында біз әңгіме өрбітетін боламыз. Подкасттың модераторы мен Диас Елемес, және бүгін бізде қонақта Сұлтан Шаймағанбет, Жарқын болашақ қоғамдық бірлестігінің басшысы, одан кейін Мөлдір Төлеубековна, жергілікті кәсіпкер деп айтсақ болады, және Зайра Қазығұлова, Қарағанды облысы бойынша кәсіпкерлер палатасының маркетологы. Қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет, жақсы. Жалпы енді бизнес деген, кәсіпкерлік деген ол алғашқы қадамнан басталады бізде. Және осы орайда жалпы Сұлтан мырза, сіз қоғамдық белсенділіктен бастап, қазіргі таңда депутаттық деңгейге дейін көтерілген жан деп білеміз. Осы орайда сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Ол қоғамдық жұмыс жалпы адамға қандай кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастырады, нені үйретеді? Қайырлы күн, қайырлы кеш. Қоғамдық жұмыс біріншіден бұл адамдармен жұмыс істеу, халықпен, қоғаммен жұмыс істеу. Сондықтан адамдардың, халықтың ойын, пікірін, не қалайды, оны іштей көре аласың. Сондықтан өзің сол қоғамда жүргеннен кейін кәсіп саласында адамдарға не керегін түсінесің, солай деп ойлаймын өзім. Және енді бұл кәсіпкерліктің бірінші басты мақсаты ол табыс табу ғой. Табыс тапқаннан кейін қоғамда параллель жүргеннен кейін қайырымдылықпен айналысу нәрселері болады. Көресің адамдардың қандай жағдайда, қандай ойда, оның жаңағыдай құқықтық сауаттылығы. Өйткені біз осы Жарқын болашақ қоғамдық бірлестігі атынан көптеген үлкен жобалар жүргіздік. Оның барлығы осы халықпен тікелей жұмыс. Сондықтан іштей көресің, оны сыртта қолданасың деген сияқты нәрселер. Жалпы енді ол әр кезден бастап, басынан бастап, екеуі қатар жүргеннен кейін мен бір айта алмаймын, кәсіптен қоғамдық жұмысқа келдім, немесе қоғамдық жұмыстан кәсіпке келдім деп. Өзі сондай тағдыр солай шешілді, өзі солай заман келді, бірге басталды. Сондықтан екеуінің бірдемеге септігін тигізді деп айта алмаймын, параллель жүрді. Яғни кәсіпкерлік жұмыста, қоғамдық жұмыста кәсіпкерлікті алға итермеледі. Иә, бір-біріне көмектеседі әрине. Ол бір-бірінсіз болмайды тағы. Одан кейін бізде жалпы тағы да бір кәсіпкер Мөлдір ханым отыр. Мөлдір ханым, жалпы сіз осы кәсіпкерлік жолыңызда қалай бастадыңыз? Ең қызығы ол алғашқы табыс қой. Алғашқы табысқа жетуде қоғамдағы беделіңіз бен таныстарыңыздың жалпы көмегі тиді ма? Осы бір іске атсалысуға? Жоқ, олай айта алмаймын. Кәсіп деген әрбір кезде табысқа жету ол дисциплинаның арқасы. Ол 90% ол жұмыс, еңбекқорлық, 10% ол талант, дисциплина. Соның арқасында кәсіпте кәсіппен айналысу көп адам ойлайды, оңай екен, қазір былай. Но оның да өзінің бір қиын сәттері болады, шешілмейтін сәттері болады. Бірақ дегенмен біздің мемлекетте, оның ішінде осы біздің облыста кәсіпкерлерге өте жақсы жағдайлар жасалған. Жоқ, олай былай таныспен, қоғаммен деген болған жоқ. Жаңа Сұлтан айтпақшы, қоғамдық жұмыспен кәсіпкерлік жұмыс бір-біріне қатар келу жүретін нәрсе. Өзіміздің ойымызша, бұл тауып жатқаннан кейін, табыс болып жатқаннан кейін неге бөліспеске, қолында болып тұрса неге көмектеспеске деген сондай ғана ой. Бірінші табысым шыны керек есімде жоқ. Айтады ғой, зарабатывается первый миллион тяжело, арғартай одан кейін оңай келеді деп, сол сияқты. Бірінші табыс ол қиын жолдармен кет, арғартай уже ол ұмытылып, былай келе береді, кете береді. Енді осы орайда мысалы сіздердің арттарыңыздан тағы еріп бара жатқан жас кәсіпкерлер бар. Жалпы осы Қарағанды облысының жастары былайша алғанда жақсы дамып келе жатыр, қарқынды дамып келе жатыр деуімізге болады. Осы орайда Зайра Қазығұловна, сізге бір сұрақ бар. Бүгінде жалпы қоғамдық жұмыспен айналып жүрген жастар бар. Оның ішінде кәсіпкерлікке
келу көрсеткіші қандай осы жастардың арасында, және палата тарапынан осындай белсенді жастар үшін арнайы жеңілдіктер немесе бағдарламалар қарастырылған ба? Қайырлы кеш тағы да барлықтарыңызға. Иә, енді мен бірінші кезекте палата туралы айта кеткім келеді. Біріншіден, Атамекен кәсіпкерлер палатасы бұл қаржылық емес ұйым. Көбісі шатастырады, бізге енді жастар келгенде білмейді ғой, енді Атамекенге келіп көмек сұрауға, қолдау сұрауға келеді. Сол кезде қаржы беретін ұйым екен деп ойлайды. Жоқ, бізде қаржылық ұйым емес, қаржылық емес. Сондықтан біз кеңес, әртүрлі жаңағыдай қолдау қызметтерін көрсетеміз. Соның ішінде жас кәсіпкерлерге де сол қызметтердің барлығы көрсетіледі. Ол дегеніміз, біріншіден мен өзім маркетолог болғаннан кейін оларға маркетингтік, нарықты маркетингтік зерттеу жұмыстарын қалай жүргізу керек, одан қала берсе жаңағы барлық жобаларын жасап беру, бизнес жобаларын жасап беру деген сияқты осындай жұмыстар, қызметтер көрсетеміз. Одан кейін бухгалтерлік жұмыс қызмет көрсетіледі, есептерін, салықтық есептерін тапсырып беру деген сияқты кеңес көрсету, кеңес беру. Қазір салықтық заңнамада көптеген өзгерістер жүргізіліп жатыр. Сол бойынша көптеп жаңағыдай сұрақтар түседі. Сол бойынша біздің мамандарымыз кәсіптік қызмет көрсетеді, кәсіби қызмет. Заң бөлімі бар, оған да жүгіне алады, сертификация бөлімі бар. Сондай қаржылай емес қызметтер көрсетеміз. Енді жастардың жаңағыдай талабына келетін болсақ, әрине қазір жастар өте белсенді. Жұмыс орындарында ғана бір еңбек ақымен жүріп қалмайды, олар қосымша табыс көздерін іздестіреді, әрі қарай дамуды ойластырады. Кезінде біз 90-шы жылдары ондай мүмкіндіктер болмаған. Енді осы еліміз егемендік алғаннан бастап үкіметіміз көптен жақсы көмек көрсетіп жатыр, қолдау көрсетіп жатыр. Соның ішінде жастарға. Енді басы-қасында жүрген жаңағы жас кәсіпкер бағдарламасы болды, бастау бизнес бағдарламасы болды. Сол бағдарламалардың бәрінің басы-қасында жүріп, мен жастармен тығыз жұмыс жасадым. Тек қана оқыту емес, ол жерде сол оқыған жастарға, сертификатын алған жастарға қаржылай көмек көрсетілді. Қайтарымсыз гранттар, жаңағы пайызы төмен несиелер деген сияқты, жеңілдетілген несиелер деген сияқты осындай көптеген қолдаулар әлі де жаңағы жалғасын тауып жатыр. Осы жақында ғана үкіметте іскер аймақ деген бағдарлама бекітілді. Сол іскер аймақ бойынша аймақтардың осы кәсіпкерлігін дамыту, шағын бизнесті, микробизнесті дамыту, оның үстінде шағын қалаларда, селолық жерлерде, ауылдық жерлерде бизнесті дамытуға осы бағдарлама көп көмек береді деп үміт күтілуде. Соның ішінде осы барлық аймақтарға сол бағдарлама аясында қосымша өздерінің аймақтық бағдарламаларын құруға тапсырма беріліп жатыр. Ол тек оқыту ғана емес, тағы да ол жерде де жаңағындай жақсы жобаларға қаржы қарастырылудаdır. Енді жалпы бізде бизнес ашатын адам ол тек ақша табам деп емес, ең біріншіден халыққа қандай пайда әкелем деп ойлайды ғой. Осы орайда Сұлтан мырзаның Жарқын болашақ деген ұйымы бар. Осы ұйымның тәжірибесінде әлеуметтік кәсіпкерліктің үлесі қандай, және қайырымдылық пен бизнестің аражігін біз қалай ажырата аламыз негізі? Мынандай мысал келтірейін. Біз осы қоғамдық бірлестіктің аясында көп жылдар бойы осы Қарағанды облысы әкімінің жастар кәсіпкерлігін қолдау немесе жаңағы дамытуға арналған гранты болды ғой. Соны біз оператор ретінде жүргізгенбіз. Енді біздің алдымызға әртүрлі жастар келді. Кейін осы айтып отырғандай ДКБ бойынша қазір оның гранттарын әлеуметтік кәсіпкерлікке айналдырып жатыр. Осыған орай мен өзім айтар едім, жалпы кәсіпкерлік деген бұл қоғамның бір әлеуметтік проблемасын шешу деп есептеледі. Егер сен бір ауылдың болсын, қаланың болсын, бір ауланың болсын, бір әлеуметтік проблемасын шешсең, онда сен кәсіпкерсің. Өйткені бізде келген жастарда сұрайтын, беріліп жатады әртүрлі гранттар, мысалы қолданып жатады жобалар. Шаштараз көп қой мысалға дейді. Неге немесе монша дейді. Ол монша көп қой дейді. Неге бізді қолданбайсың дейді. Бір инновациялық бір оймен келеді, идеямен келеді. Бірақ біз айтамыз,
ол адам осындай ауданның осындай ауылында ашқысы келіп отыр екен. Ол ауылда ондай кәсіп жоқ. Олар жаңа моншаға бару үшін аудан орталығына барады. Ол 50 километр, қыста жол бар, бензин бар, ол шығын, жол апаты болуы мүмкін. Сондықтан ол сол ауылда осы кәсібін ашып, сол ауылдың бір әлеуметтік мәселесін шешті. Сондықтан әрбір кәсіп ол бір әлеуметтік кәсіп деп айтуға болады барлығын. Өйткені ол барлығы ол жеке дара жұмыс істемейді ғой. Ол қоғамға жұмыс істейді. Ол қоғам үшін жұмыс істейді. Оның жаңағы клиенттері де адамдар. Сондықтан сол адамдардың ойын алу үшін, соларға қызмет көрсету үшін қоғамға жұмыс істегеннен кейін бұл тығыз әлеуметтік кәсіп деп айтуға болады. Қажеттілігі болмаса дамуы да екіталай. Иә. Осы жерде дегенде жастарда шыны керек көп бизнес ашам деген, бизнесім жүргізем деген, бірақ енді түпкі тамырында біле бермейді. Тек қана кейбір адамдардың болады, енді ойлау көзі тек қана ақша болады да, осы бір халықтың қажеттілігін, қоғамның қажеттілігін екінші планға қойып қояды десек те болады. Осы жерде жалпы Мөлдір ханым осы заманауи кәсіпкер ретінде тек салық төлеп қана қоймай, оның ішінде қоғамдық мәселелерге, оның ішінде экология, қайырымдылық, білім деген сияқты буындарға араласу керек пе жалпы кәсіпкер, және бұл жеке брендке қалай әсер етеді? Кәсіпкер тек қана ақша туралы ойласа, қалай табыс табам, тек қана табыс деген ойласа, ол болмайды. Өйткені тек қана табыс табам деген көп адамдар бар ғой, болмай жатады, ұшып кетіп жатады кәсіптік жолдан. Өз мемлекеттің, осы мемлекетіне азамат ретінде көмегін тиіп отыру ол өте не. Бірақ біз қаншама көмек беріп жатырмыз, жарияламаймыз, даже анонимно жасап жатамыз, көмектесіп нелерге оқытып солай, бірақ біз жарияламаймыз. Жарияламағаннан кейін ол ешкім білмейді. Құр ғана естіп, осылай ана бала оқуын ақшасын төлей алмай жатыр, ана жерде андай болып жатыр деген кезде сондай араласамыз, жариялаған емеспіз. Сондықтан да ол білмейді, қандай бренд, кім көмектесіп жатыр, қалай көмектесіп жатыр. Сондықтан да айта алмаймын, брендті жариялау мақсатында деп те айта алмаймын. Бұл тек қана өзіміздің гражданский позиция, сол өзіміздің сондай бір жүрек қалауымен жасалатын дүниелер. Көп көмектесіп жатамыз, тағы да айтамын, жарияламай. Яғни бизнесінен шығыс кетіп жатса да, бизнеске ешқандай зардап тигізіп жатқан жоқ, Өзіміздің табыс көзіміз бар, бизнестан болсын, тек қана енді әртүрлі салалардан табылып жатқаннан кейін қолымыздан келгенше көмектесіп жатамыз. Енді осы орайда Зайра Қазуұлына жалпы Қарағанды облысында әлеуметтік кәсіпкерлік мәртебесін алу қаншалықты қиын, әлде оңай ма, және ол кәсіпкерге қандай бір артықшылықтар, бір басымдықтар береді? Бірінші кезекте мен осы бүгінгі түсірілімді, подкастты пайдаланып, сол әлеуметтік кәсіпкерлік туралы бізге кеңес сұрап келетін барлық азаматтарға, тұлғаларға айтқым келетіні, бірінші бізге қойылатын сұрақ: маған қандай пайда болады одан деп, осындай сұрақ қойылады. Сондықтан осы сұрақты кішкене ұмытса екен деп ойлаймын. Өйткені ең бірінші жаңа Мөлдір ханым айтып кеткендей, өз пайдасын ғана ойламау керек. Әлеуметтік кәсіпкерлік деп аты айтып тұрғаннан кейін, бұл қоғамның қандай да бір әлеуметтік мәселесін шешу керек. Сондықтан да әр қарай ол соны қаншалықты жақсы, қаншалықты жоғары дәрежеде атқарса, әр қарай өзіне табысы келетіні айдан анық. Сондықтан бұл сондай азаматтарға, тұлғаларға өтініш осы подкаст арқылы. Енді әр қарай әлеуметтік кәсіпкерлік қаншалықты қиын дегенде, енді әрине барлығы бірдей әлеуметтік кәсіпкерлік болғысы келгенімен, бірақ оның өзіне қойылатын талаптары бар. Ол ережелері бекітілген үкіметпен, сондықтан заң жүзінде. Сондықтан сол ережелерге сай келетін кәсіпкерлер ғана бола алады. Енді ең бірінші әлеуметтік деп аты айтып тұрғандан кейін,
бұл біздің қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған екі жақты болады ғой. Енді біріншіден кәсіпкерге жаңағы пайдасы болса да, екіншіден үкіметке де пайдалы болу керек қой. Үкіметтің бір жаңағыдай мәселесінің бір шетін, бір ұшын болса да шешіп отыру керек. Сондықтан сондай өзінің талаптары бар. Біріншіден ол кәсіпкер азаматтардың осал тобы дейміз ғой. Сол осал топтың категорияларын жұмысқа орналастыру керек, жұмыспен қамтамасыз ету керек. Және де ол жалпы жұмыскерлерінің санынан 50% құрау керек. Енді микробизнес болатын болса, микробизнесте әлеуметтік кәсіпкер бола алады, бірақ 2 адам, 3 адам болса, кем дегенде 2 адам болса, 2 адамның екеуі де сол әлеуметтік осал топтан болуы тиіс. Біріншіден сол осы бірінші категория бойынша ол әлеуметтік кәсіпкер бола алады. Одан кейін екінші категория, 4 категория бойынша деп айттық. Сол екінші категориясы, егер ол кәсіпкер сол әлеуметтік осал топтың адамдары қолданатын өнім шығаратын болса, сол әлеуметтік осал топқа бағытталған қызмет көрсететін болса, онда ол сол әлеуметтік кәсіпкерге үміттене алады. Әлі бола алмайды, үміттене алады. Бұл туралы қазір айтамын. Үшіншіден сол салада қызмет көрсететін болса, және 4-ші категория қандай да бір әлеуметтік қоғамдық қызмет атқаратын болса, білім саласында, денсаулық саласында деген сияқты осындай 4 категория бойынша. Енді әлеуметтік осал топ деген барлығы білетін шығар. Сонда да айта кетейік, ол біздің жаңағы қоғамдағы мүгедектігі бар адамдар, көп балалы аналар, отбасылар, содан кейін мүгедек баланың ата-анасы әлеуметтік осал топ категорияларына жатады. Және де жаңағы бас бостандығынан айырылған адамдар, енді жазасын өтеп келгендер, сондай адамдар, қандастар жатады әлеуметтік осал топқа. Осы категориялар әлеуметтік осал топқа жатады. Енді бұл осындай қызметпен айналысты ма деп барлығы бірдей бола бермейді. Ол бойынша бізде есебі жүргізіледі, реестр бар. Реестрді жүргізетін Қарағанды облысы, енді біздің облыс бойынша кәсіпкерлік басқармасы деген бар. Сол кәсіпкерлік басқармасында әлеуметтік кәсіпкерлер реестрі жүргізіледі. Сол реестрға өтініш беру керек. Өтініш беру әр 90 сайын өтініш қабылданады. Сол келер 90-ның алдындағы айдың 1 мен 15-нің аралығында сол реестрға өтініштер қабылданады. Сол өтініш берген кезде жаңағы жоғарыдағы категорияларға сай келетін болса, 4 категорияға сай келетін болса, барлық құжаттарымен сол өтінішпен сол жерге барып өтініш беріп, одан кейін комиссия барлық құжаттарын критериялар бойынша қарастырып, өздері шешім қабылдап, реестрға кіргізу, кіргізбеу туралы шешім қабылданады. Осындай. Енді қиын оңай жақтарын оны кәсіпкердің өзіне жатқызайық, өйткені әр кәсіпкер өзі біледі ғой, өзінің қарамағында қанша адам жұмыс істейді, оның қаншасы осал топқа жатады. Жаңағы бірінші категория бойынша еще тағы да жұмыскерлерінің 50% осал топ болғанымен еңбек ақысының 50% жаңағы жалпы еңбек ақы қорының 50% сол осал топтардың адамдарынікі болу керек. Сонда ол қарастырылады бірінші категория бойынша. Сонымен жаңағы құжаттарының бәрін тапсырып, осындай ереже бойынша жүргізіледі. Енді Сұлтан мырза, жалпы депутат ретінде өзіңіз айта кетіңізші, өңірдегі кәсіпкерлердің дамуына кедергі болатын, әлде қиындық көрсететін бір заңнамалық немесе әкімшілік мәселелер бар ма? Және болса, қандай олар, соны айта кетсеңіз? Жоқ, жалпы ешқандай заңнамалық кедергілер көріп тұрған жоқпын. Әрбір заң ол нақты анализ жасалып, бір неше этаптан өтіп тұрып қана шығарылатын нәрсе ғой. Және де ол заң шықпай тұрып, ол открытый СНП шығарады. Барлық адам оны талқылау үшін, қарау үшін келіспейтін жерлеріне өзінің қай жері келіспейді, соны жазып көрсете алатындай. Сондықтан егер барлығы келісіп, әрбір этаптан өткеннен кейін, ол заң шыққаннан кейін, ол бір кедергі келтіреді деп айта алмаймын. Бірақ
мемлекеттің тарапынан осы кіші микробизнесті дамытуға өте үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Ондай басқа мемлекеттермен салыстырғанда ондай көмек оларда жоқ. Көп ел біздің осы оңтүстік көршілердің өздері енді ғана келіп жатыр біздің бұрынғы жасаған нәрселерімізге. Сондықтан Қазақстанда бизнеске қолайлы көмек көрсетілген деп айтсам болады. Енді осы жаңа салық кодексі қабылданайын деп жатыр. Оның да өзінің бір нелер бар, ойлары бар, негізі бар. Өйткені қарапайым дұрыс кәсібін жүргізіп жүрген, салығын уақытында төлеп, жұмыскерлерін еңбек ақысын кедертпей төлеп отырған кәсіпкерлерге әрине бұл ештеме болмайды деп ойлаймын. Енді бұның да бір несі бар ғой, ойы бар ғой. Көптеген жаңағыдай теневой экономика дейді, осы шығу үшін ойластырған нәрсе бар. Дробление дейді. Көп факторлер бар. Адамдар оның барысын көбісін біле бермейді. Бірақ осы мемлекет қаншама шығынға батқаннан кейін осындай нәрсеге жүгінуге тура келеді. Енді екінші жағында айту керек, салық деген бір кезінде бір бізді үйреткен бір наставник дейміз ғой, кісі айтып еді, салық деген жақсы деп. Салық төлесең, значит, сен табыс тауып жатсың деп. Сондықтан салық ол біздің әлеуметтік жаңағы қызметтегі саладағы адамдардың еңбек ақысы, бұл көшеде жайылған жол, балалардың ойнайтын алаңдары, көшеге инфраструктура, светі бар, жарығы бар, осының барлығы осы салықтың арқасынан түсетін нәрсе. Сондықтан әрі бір кәсіпкер өзін жаңағыдай елдің патриотымын деп ойласа, кәсібін, ісін берекелі, тиянақты, ұқыпты, адал істеуге тырысу керек деп өзім ойлаймын. Заңға бағынған құл болмайды деген қазақта сөз бар ғой. Сол секілді заңды білген жандар үшін ештеме кедергі емес секілді. Одан кейін бізде енді көбісі жастар бар, енді әртүрлі жастағы кісілер бар, бизнесті бастағысы келеді, бірақ та ойларында бірден тұрады, енді неден бастаймын, қорқынышы былайша алғанда, қалай болады, ол жүріп кете ме, жүрмей кете ме. Осы жерде Мөлдір ханым жалпы осы бизнеске жаңадан келген жандар үшін, осы бастаймын деген жандар үшін қорқынышты қалай жеңсе болады? Осы туралы не айта аласыз? Өзіңіздің басыңыздан да өткен шығар. Қорқыныш деген ол барлық этапта болады, әрқашанда болады. Қорқынышсыз болмайды. Дұрыс, қорқу керек. Өйткені өзіне өзі 100% сенген адам тек қана алданып кетуі мүмкін, көзбояушылыққа алданып, қатты өзіне сеніп кетеді, бір жерде бір моментті өткізіп алуы мүмкін. Сондықтан да қорқыныш деген ол өте жақсы нәрсе. Не айтам, жас кәсіпкерлерге, енді ғана кәсіпке тек қана еңбекқорлық, талап, өзіңе деген талап, өзіңнің істеп жатқан әрбір бір біттей дүние шығарсанда, соның сапасына деген талап, немесе де бір нәрсені алып сатып жатсаңыз да, соның дұрыс жетуіне, барлығы дұрыс болуына, бәріне басынан аяғына дейін талап, еңбекқорлық, соның арқасында ғана келеді. Дисциплина, бизнесте адамдардың барлығы бір сөз айтатын шығар, сол дисциплина өте қажет нәрсе. Ол еріншек адам, ұйқыны жақсы көретін адам, кішкене сондай адамдарда қиындау болуы мүмкін, бірақ бар адамдар налайти жасайтын. Мен тек қана еңбекқорлық, таңертеңнен кешке дейін тыным таппай, сол талап, өзіне деген, жұмыскерлеріне деген талап, шығаратын өніміне деген талап, сосын добросовестность. Көп адамдар соны ұмытып кетеді. Адал болу керек, ертең ұятқа қалып жатпайтындай адал еңбек ету керек қой. Жалпы жастардың кәсіпкерлікке деген ойы бізге келіп сұрайтын, грант алуға біз бұл пакет документпен келудің орнына не
кәсіп бастасам екен деп бізден сұрайды. Иә. Сондай осыған айта кететін нәрсем, әрбір жас, әрбір адам, ол жас емес те даже, әрбір адам ол кәсіпкер болып кетуіне ол не емес, бір жақсы іскер адам болуы мүмкін, исполнительный дейді ғой, ол өз ісінің маманы болуы мүмкін, бірақ ол кәсіпке икемді болмауы да мүмкін. Сондықтан барлық адамдарды кәсіп жасауға тарту деген ол да не емес, мақсат емес. Әр адам өз жолы бар. Иә, әр адамның өз жолы бар. Бір жақсы ұстаз болуы мүмкін, жақсы дәрігер болуы мүмкін. Ол жақсы дәрігер өзінің мамандығын білсе, ол да жақсы табыс алады. Сондықтан әрбір адам кәсіппен айналысу деген ол да тағы да қате ой деп ойлаймын. Сондықтан бізге жастарға беретін кеңес ол өзінің жеке бюджетінен бастау керек. Қазір өзіңіз білесіздер, лудомания деген бар неше түр. Осы нәрселердің барлығы осы адамның құқықтық, финанстық, қаржылық сауатының төмен болуы. Сондықтан ең біріншісі білім алсын, содан кейін өзі келеді. Өйткені әрбір адам кәсіп бастаймын деп мақсат қоймайды ау. Ол солай келеді өз адам сол кәсіпке. Бірдемемен айналысып жүріп. Сонда өзімнің ойым осындай жастарға дейін. Иә, жеке осы уақытқа дейін бір несие, бір мемлекеттен грант алып көрген емеспіз. Әр бастарда кәсіпті адамның өзінің бір жеке жиналған бюджеті болу керек, қаржылық қоры болу керек, өзінің финансовый подушка дейді ғой, міндетті түрде болу керек. Кәсіп болғаннан кейін болады. Ойындағындай барлығы жүріп кете бермейді. Өзіне өзі жаңағы финансовый грамотность дейді ғой, қаржылық сауаттылық міндетті түрде болу керек. Ол бірінші ойда ойлау керек. Былай істей аламын, осыған деп бір кәсіп бастарда құрып кеткенде бірінші алғашқы 3 жылға өзінің бір жаңағы қаржылық несі болу керек, планирование дейді ғой, жоспарлау болу керек, жоспары. Содан соның барлығын зерттеп келіп қана бастаса, көбісі болады. Менде выгорание, анау болды, мынау болды деген. Кәсіпте выгорание деген болмау керек негізі ол. Если выгорание, ты не в своем месте дейді ғой. Адам өзінің ісімен сүйіп араласа, айналса, ондай болмайды. Сондықтан да айтарым, мемлекетке қарап, анау көмектесу керек, мынау көмектесу керек деген оймен бастамау керек. Бір грант алып, бір несие алып көрген жоқпыз, бәрі өз күшімізбен. Сондықтан да мемлекетке салмақ салмауға тырысу керек қой. Қазіргі енді жастардың да көбісі бизнеске келем дегенде ойлайтын сол оңай ақша деп ойлайды ғой, бұның барлығы. Түпкі тамырын қазбалай бермейді. Барлығы оңай келем деп ойлайды. Жаңа сіздердің айтқандарыңыз да дұрыс. Негізі осыны жастар білу керек, түсіну керек. Ақша оңай келмейтінін, ол жоспарлау керек екен, еңбек ету керек екен. Осы орайда жалпы Зайра ханым, осы кәсіпкерлер сіздерге келген кезде қай жерінде көбіне қателеседі? Жалпы палатаға бизнес ашып келгендер келе ме, әлде ашпас бұрын сіздерге кеңес алуға келіп жатады ма? Енді көбінесе бізге кәсіпкерлер палатасы болғаннан кейін көбінесе кәсіпкерлер келеді. Жаңадан бастаған кәсіпкерлер немесе бірнеше жылдық стажы бар, өтілі бар дейміз ғой, сондай кәсіпкерлер. Әртүрлі санаттағы кәсіпкерлер келеді. Енді қателіктері, енді менің жұмысым бойынша, енді олар біріншіден жаңағы ақшаны тезірек алып алуды ойлайды шынында да. Ал енді оның әр жағындағы жаңағы мақсатты қолданылуы дейміз, сол қаражатты, жеңілдетілген қаражатты мақсатты қолданылуына аса мән бере бермейді көбінесе. Ал енді ол мақсатты бюджеттің қаражаты болғаннан кейін оның сұрауы бар, мақсатты қолданылуын тексеретін, мониторинг жүргізетін адамдар да бар, мамандар да бар. Сондықтан соны ұмытпау керек. Барлығы ең бірінші қателігі жаңағы ең алдымен зерттеуді өздері жүргізіп алу керек. Жаңа айтып кетті ғой.
маған қандай кеңес бересіз, мен немен айналыссам екен қазір нарықта, не өтеді деген сұрақтар қояды. Енді әрине біз айтамыз, өйткені біз нарықты білеміз. Күнделікті жұмысымыз ол біздің нарықты зерттеу, кез келген жобаны жасағанда содан басталады. Сондықтан енді айтамыз, оның жаңағы енді кез келген енді маркетолог бір екінші шетінен психолог та болып кететін шығар деп ойлаймын. Бір шетінен келіп отырған адамға қарап, уже қандай ыңғайы бар, қандай сөзіне қарап, уже сөз саптауына қарап түсінесің ғой қандай адам екенін. Сондықтан сондай жаңағыдай өзіміздің кеңесімізді ұсынамыз. Енді жаңағы әлеуметтік кәсіпкерлікке байланысты сіз сұрағыңыздың екінші жартысына жауап бермеймін, қандай жеңілдіктер бар деген сияқты. Енді әйтпесе бізді көріп отырған адамдар мынау бүйтіп қатаң сөйлеп тастады ғой деп айтып жүрмесін, бірақ сол әлеуметтік кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан да жеңілдіктер бар. Әрине, біріншіден ол әрине қаржылық жағынан, қаржылық қолдау жағынан, жаңағы облыстық грант бар, барлығы білетін шығар, қазіргі таңда уже 5 миллион теңге көлеміндегі грантқа әлеуметтік кәсіпкерлер, бұрын жол картасы, дорожная карта бизнеса дейміз ғой, бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша берілетін болса, қазір тек 2 категория ғана қатыса алады сол грантқа. Біріншісі ол әлеуметтік кәсіпкерлер, екіншісі атамекен тарапынан жүргізілетін бір ауыл бір өнім деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаның жеңімпаздарымен орын алғандар орын беріледі, сол финалистер қатыса алады. Одан кейін коммерциялық несиелер бойынша, яғни екінші деңгейлі банктердің несиелері бойынша пайыздық ставкаларын субсидиялау жүргізіледі әлеуметтік кәсіпкерлерге. Енді бұл қаржылай жағынан. Одан кейін әртүрлі мүліктік көмектер көрсетіледі, жаңағындай ғимараттарды беру, жеңілдікпен жалға беру деген сияқты егер қарастырылған болса сол қызмет бағытына. Сондай қаржылық жеңілдіктер. Одан кейін салық кодексіне байланысты салықтық жеңілдіктер бар. Оның ішінде жаңағы әлеуметтік салық бойынша бізде енді салықтардың түрлерін барлығы бірдей біле бермейтін шығар. Әлеуметтік салық бойынша егер жалпы айта кететін болсам, ставкасы пайызы 11% болса, әлеуметтік кәсіпкерлерге 4,5%. Енді қандай жеңілдік мысалға. Одан кейін корпоративтік табыс салығы деген бар. Сол корпоративтік табыс салығы бойынша жаңағы қайырымдылықпен айналысса, әртүрлі жағдайларда ол корпоративтік табыс салығы бойынша шегерімдерге жатқызылады. Және де ставкасы да жеңілдетілген болады. Мүлік салығы бойынша 1,5% ставканың орнына 0,5% ставканы қолдана алады. Осындай жеңілдіктер бар. Және де енді қоғамға пайдасы жеңілдігі. Енді үшеуіңізге де бір ортақ сұрақ болсын. Жалпы бізде көп адамдардың ойы бар ғой, осы бизнеске арналған қала деп үлкен мегаполистерді айтып жатады, жаңағы Алматы, Астана секілді. Бір осы орайда тұр. Енді Қарағандыны көбісі өндірістік өлке деп қалыптастырып алған саналарында. Енді осыны жалпы бизнеске бір мүмкіндіктер мекен деп айта аламыз ба осы Қарағанды өңірін? Айта аламыз. Өте ыңғайлы, өте қолайлы. Біздің Қарағандыда тек қана өндірістік емес, салада ғана емес, барлық салада кәсіп жүргізу өте жеңіл деп ойлаймын. Біздің облыста, жалпы қалада адамдар коммуникацияға жеңіл, жақын. Жалпы бізде өзі мысалы үлкен мегаполистерде бизнеске ыңғайлы деп айтқанымен, енді конкуренция да жоғары ғой. Шыны керек біздің Қарағандыда кәсіпкерлердің даму үшін мен де енді ойым осы орайда сізбен бірге болатын шығар. Ашылу үшін, ары қаратай өрбу үшін өте жеңіл сияқты негізінен. Бірақ ол бизнес жаңағы таңдаған салаға байланысты. Бір салалар көп адамды қалайды, тұтынушы тұрақты. Бір салалар ауыл шаруашылық саласы, олар өздерінің далада болса да өнімін өз жұмысын істесе болды, өнімін бар жерге сатады, экспорттай алады. Сондықтан Қарағанды бір орталықта орналасқандықтан осы екі тараптың ортасындағы мекен деп айта аламын өңір. Өйткені Астанаға да жақын, және де
таза Қарағандының өзін бағаласақ, бұл барлық Қазақстанның темір жол тораптары қиылысатын жер. Барлық тас оңтүстіктен, солтүстіктен оңтүстікте, батыс пен шығысты қамтамасыз ететін бұл қатынас жасайтын өңір. Сондықтан Қарағандыда бизнес жасауға, бизнес жүргізуге өте ыңғайлы. Оңай деп айта алмаймын, бизнестің оңайы жоқ, бірақ бастауға, әртүрлі таңдауға, бизнес түрлерін ашуға мүмкіндік бар. Енді жалпы подкастымыздың бір соңғы сұрақ ретінде болсын, ол жалпы табысты кәсіпкер болуға бойында қандай қасиеттері болуы тиіс? Және Сұлтан мырза да айтып кетті ғой, кез келген адам кәсіпкер бола бермейді деген сияқты. Бойында қандай қасиеттері бар кісілер осы табысты кәсіпкер бола алады? Енді ол біріншіден айтар едім, еңбекқорлық деп. Еңбекқорлық, адалдық, және де ең бірінші кезекте тәртібі болмаса адамның өзінің ол бизнеспен айналыса алмайтын шығар. Өйткені алғашқы кезде бизнестің басы қасында бизнестің инициаторының өзі жүру керек. Одан кейін барып, жаңағы қазір айтып жатады ғой, көп делегирование деп. Бірақ делегирование жақсы, біреуге жаңағы мамандарды қабылдау, білікті мамандарды. Бірақ дегенмен басындағы бірінші жылы болсын, екінші жылы да басы қасында өзі жүріп, бизнесінің 90%-ын өзі біліп, өзі жүргізу керек. Ал ол үшін ерте тұрып, кеш жату керек. Толықтай келісемін. Делегирование дейді ғой. Егер де кәсіпкер өзі білмесе, ішінен операционкадан шығындар деп айтады ғой, дұрыс емес деп ойлаймын. Кәсіпкер білу керек, вовлеченность. Не болып жатыр? Кіреберістен неге дейін не болып жатқанын бәрін білу керек, өзі жүру керек. Сенсіз ол жүрмейді. Кәсіп ол сізге ғана керек, сіздің кәсібіңіз. Сондықтан да мен толықтай келісем. Тек қана негізі кәсіп ол адамның ниеті дүзі болса, ниеті дұрыс болса, адам егер де өзінің жасап жатқан нәрсесіне сеніп, адал екен, ниеті дұрыс болып жатса, ол қарамайды. Ол мегаполис па, ол біздің Қарағанды қаласы ма, ол бір ауыл ма, ол бір қыстақ па, ол бір айдала ма. Талабы бар адам, еңбекқор адам әрбір жерде өзінің кәсібін жүргізіп, алып кетіп, топ жарып шығарып жатады. Сондықтан да ол мәселе онда емес, не в то время, не в то месте емес. Мәселе адамға байланысты, өзінің ниетіне байланысты. Тек қана қазір мына жерде сатып аламын да, алдап жіберемін да, өзімнің этикеткамды жастырып жіберемін да, былай сатып жіберемін деген, енді ол адамның өзінің сана сезіміне, дұрыстығына байланысты. Сұлтан мырза, алып қосарыңыз бар ма? Иә, жалпы бұл бизнесмендерге емес, кәсіпкерлерге де арналған емес, біз инвесторларды осы оймен ақша салады мысалға. Білмейтін салаңа араласпа дейтін бізге. Сол сияқты өзін бізге сұрап келеді, немен айналысам деп. Бірінші сұрақ менде мынандай болатын: не білесің, қай жағынан күштісің, қайсына нең бар, икемің бар. Өйткені мен ондай сөзге келіспеймін. Безнадежный адам дейді ғой, жоқ. Әрбір адамның, әрбір қандай ол мектепте екіге оқысын, бірақ оның бір өзінің талабы бар, бір өзінің таланты бар. Ол сол талантты монетизировать ету керек. Сол бойынша айналысса, сол кәсібі алға басады деп ойлаймын. Өйткені өзінің ішкі талантын қоздыру керек та, сыртқа шығару керек. Және түсінбейтін нәрсеңе кіріп керегі жоқ, немесе толық оқып, біліп, үйреніп, содан кейін кіру керек. Өйткені кәсіптің түрі көп, ол жаңағы басында айтып кеткендей қоғамға бұл қызмет көрсетіледі. Сондықтан сапасыз қызмет, сапасыз өнім қоғамға бармау керек, оның зардабын тигізбеу керек. Сондықтан біріншіден өзін үйреніп, білген нәрсесімен айналысу керек деп ойлаймын. Сапасыз өнім мен сапасыз қызметтің болашағы да болмайды. Солай емес пе? Осы бір әдемі сөзбен подкастымызды аяқтайық. Сіздерге көп рахмет. Осыны қарап жатқан көрермендер өте үлкен мағлұмат алды деп ойлаймын. Құрметті достар, Қарағанды жастар арнасына
жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.